Арыс қаласында бір-бірімен төбелескен әйелдер жөніндегі бейне жазба әлеуметтік желіге тарап қоғамның қызу талқысына түскендігі белгілі. Аталған жайт бойынша полиция қызметкерлерімен жинақталған іс материалдары Арыс аудандық сотының қарауына өтті. Істі қарау барысында анықталғандай, шамамен 5-6 ай бұрын құда-құдағи болған екі отбасы мүшелері бір-бірімен өзара жанжалдасып балағаттап, арты әйелдердің төбелесіне ұласқан. Нәтижесінде төбелеске қатысушылар бір-біріне жеңіл дәрежелі дене жарақатын түсірген. Арыс аудандық сотының қаулысымен 4 тұлға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-те 1-ші бабының 1-ші бөлігімен кінәлі деп танылып, олардың әрқайсына 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Бұл кісілер өзара туысқандық қатынаста, яғни бір-бірімен туысқандық қатынаста болғандықтан, оларға туысқандық қатынас, яғни жекжат болғандықтан, оларға дау-дамайды әкімшілік істі медиация тәртібімен қысқарту жөнінде тараптарға ұсынылды. Алайда олар одан медиациялық бітім келісім жасасудан бас тартып, бір-біріне кешірім бермеді. Сондықтан әкімшілік жаза тиісті әкімшілік шара көрілді. Сонымен қатар қоғамдық орында былапыт сөйлеп айналасындағыларға сыйламаушылық танытқан бір тұлғаға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-ші бабының 1-ші бөлігімен 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Сот жаза тағайындау барысында құқық бұзушылардың жас ұлғайғандарын, ал екеуінің асырауында жасөспірім балалары барын ескерді. Алтынай Өтебек, Әділбек Сұлтанхан, Арт ТВ жаңалықтары.